mıhtı bol deydi sana. Biraz otbasına amanlık diliyor adam. Ya kilesi topla alas karga. Ama jıl deyimiz biliriz. Köp koyacaksınızdır. Vakti bol. Alas karga kilesi şipal toğuna. Şipal toğu sizler reis toğuna jıl deyimizleriniz. Senderge saatlik bileceğiniz. Senderge saatlik bileceğiniz diyor. Tamaşa. Tamaşa. Yani barımız bir-birimizge degen jol elimizde bildirdi. Endişe reis toğu şipal toğuna qanday jol elimizleringizden bildiresizler. Ya reis toğu başlaydı. Dilnazar siz cevap verirsiniz mi toplam? Sorağınız. Birinci sorak size bağdaşanın neçe türü var? 11 türü var. Ya qanday atап aytadımızda? Шығу, дөңестік, көбейгіш, қайталағыш, локомотивтік, маршруттық, қоршау, маневрлық, өтпелі, Ötkeler және соңғысы yani bizde üy tapsırmasında üy tapsırmasında bizde yani Jasır'ın suretleri hadisi arqılı 1900 Joe Özdemir Станцияның 5 түрі бар. Жүк станциясы, жолаушы станциясы, сосын терминдік станциясы, сосын сұрыптау станциясы, аралық станциясы. Duruz, yani stansanın bir türü var. Duruz, yani lokomotivden bize neçe türü var? 3 türü. 3 türü var. Mağazan aytavır qanday аты? Tefavoz, elektrovоз және паровоз. Жалауда қалғанда Almanda, duruz. көзбен көрінетін. Жалаушалар, қалқандар, Бағдаршамдар, бағдаршамдар, дискілер, болғанда дискілер. 10 ғой. Қанша 10? Иә. Жоқ. Біреуі көз көрінетін, біреуі дыбыс. 1903 Duruz, 1903 жылы. Сіздерге енді білмейді деп айта алмаймын, себебі қайта-қайта сұрап жатқаным. Мүмкін шатасып атуларыңыз мүмкін. 1904 деп жатса, 1905 деп жатса, яғни Түркістан вокзалы 1903 жылы салынған. Қай сұрақ таңдайсыз? көліктің неше түрі бар деп. Көліктің неше түрі бар? Көліктің 5 түрі бар. Қандай атап айтасыңыз? Біріншіден бастайық. Бірінші темір жол. Темір жол, Одан кейін тас жолы бар. Одан кейін әуе жолы. яғни автокөлік жолы, тас жолы. Автокөлік, сосын әуе жолы. Әуе Одан жолы. су жолы. Сіздердің дұрыс жауаптарыңыз шынағы берсіздер. Бағалады. Жауап берсем болмайды. Иә, тұрғызылыр әлі. Қай сұраққа жауап береміз? Бірінші сұраққа, яғни Түркістан вокзалы қай жылы салынды? 1902 ма? Айды жоқ білім алмады. Қоя тұрамыз, бірінші шипал тобына жауап болмаса, сіздер жауап бере аласыздар. 4 немесе 1904 немесе. Яғни бізде жолаушылар пойызы вагонда. Осыдан тұрамыз. Жолаушылар пойызының қандай түрлерін білесіз? Жолаушылар пойызы. Қандай түрлерін білеміз жолаушылар пойызының? Қаламаңдық. Қаламаңдық, дұрыс. Қаламаңдық. Қай жерлерде? Күнделікті станцияларда. Елу рельсіші. Әліге көңіл саласың ба? Қала ішінде бар. Станцияларда. Станцияларда R65 кеңінен тараған.
Rels тобынан. 12-ші рахат. Яғни бізде 1 километр рельс жолына неше шпал төселеді? 1000-1300 аралығында, 2000 аралығында. 1400-2000 аралығында. Дұрыс. Шпалдардың неше түрі бар екен? Шпалдардың екі түрі бар. Бетон шпал или ағаш шпал. Темір бетон шпалдың жарамдылық мерзімі қанша? 40 жыл. Ағаш шпалдың 26 жыл. 15-18 жыл. Нұрдәулет 8-ші. 8-ші мамыр. Рельс арасын өлшейтін құрал не деп аталады? Шаблон да. Шаблон деп аталады. Жаңа көргеніңізде. Шаблон және шаблоннан жаңа видео көрдің ба жаңа? Тағы қандай рельс болған? Мұхаммед Али 4-ші. Қазақстанда рельс шығаратын зауыт қай қалада орналасқан? Ақтөбе дұрыс. Және қай жылдан бастап жұмыс жасап келеді, қай жылдарда құрылыс жүрді? Рельс зауыты аты қалай аталатынын білеміз бе? Айдасыздар? 5. Болат рельстер қай ғасырда кеңінен қолданыла бастады? 19-шы ғасырда. Жолда тұрған вагондардың арасынан неше метр қашықта өтуге рұқсат беріледі? Яғни қауіпсіздік талаптарына байланысты. 2 метр, 6 метр, 5 метр, 10 метр. Келесі шпал тобынан жауап береді. Ұлыбританияда дұрыс. Және де қайталай өтсек, қай жылы? 1767. Алғашқы локомотивтер паровоздар еді. Дұрыс, өте тамаша. Яғни сіздерге 3 сұраққа жауап берген үшін стикер арқылы бағаланатын болады. Сіздердің топтарыңызға 1 стикер. Және де келесі сұраққа рельс тобынан кім жауап береді? Мен өлем. Қай сұраққа жауап бересіз? Көрінетін сигналдар.